Сәлем достар, осындай сезондық тағам дейміз ба, әдемі холодец дайындағыларыңыз келсе, видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Ол үшін әдеттегідей ірі қара малдың сирағы қажет. Үйтіп тазаланған сирақты жақсылап жуып аламыз. Сосын көріп отырғандарыңыздай шұңғыл қазан немесе кастрюльге салып ұзақ уақыт қайнатамыз. Яғни сүйектен еті әбден сылынып алынғанша, езіліп піскенше. Яғни бұл жерде көріп отырғандарыңыздай яғни еттің ғана емес, сүйектің кальцийі шығады. Яғни адамға буын ауруларына мында бір ем. Оны білесіздер. Сондықтан бір қайнаған кезде осылай қанды көбігін алып тастаймыз. Сосын осылай бір қалыпты баяу қайнатамыз. Яғни ұзақ уақыт жоқ дегенде 10 сағат, 12 сағат қайнатқан дұрыс. Сонда әбден бүкіл витамин шығады. Сосын көріп отырғандарыңыздай дәмдеушілер саламыз, лавр жапырағын саламыз татымына қарай. Осылай көріп отырғандарыңыздай сүйегінен еті сылынып алынды. Енді осы алынған етті ет тартқыштан өткізіп аламыз. Яғни оны манағы сорпаға салып қайтып қайнатамыз. Сол үшін осылай барлығын күштен өткізіп аламыз. Ет тартқыштан. Барлығын өткіздік. Енді көріп отырғандарыңыздай сол тартылған етті сорпаға салып, тағы да 1-2 сағат қайнатып, осылай шұңғыл ыдыстарға құйып қоямыз. Нәтижесінде салқын жерде тұрғаннан кейін осындай дайын холодец пайда болады.